Сәлем достар, сіздер менен Мариконда әдісі бойынша құжаттарды қалай жинаймыз, сол бойынша бөлісетін боламын. Арнама міндетті түрде тіркеліңіздер, алда көптеген пайдалы видеолар болады. Мариконда әдісі бойынша менің алдағы видеоларымды көрсеңіздер білесіздер, ең алдымен барлық жердегі қағаздарды, құжаттарды, альбомдарды, баланың бөлмесіндегі қағаздар барлығын шығарасыздар, документтеріңізді барлығын шығарасыздар. Бұл әдісті мен бұрыннан қолданамын, мен үшін бұл өте пайдалы, сол үшін де сіздерге де пайдасы тиесін деген ниетпенен түсіріп отырмын. Бұл барлығыңызға таныс шығар, бұл менде уже бірнеше жылдан бері келе жатыр. Oriflame-ның кейсі, оның ішіне мен өзімнің ең құнды деген заттарымды саламын, яғни ең құнды деген документтерді, туу туралы куәлік деген сияқты дипломдар, сондай заттарды сақтап келемін. Және қалғандары осы кітаптар, альбомдар, басқа документтер. Мен соның барлығын алдымда сорттап шықтым. KonMariдің әдісі бойынша да әрбір үйде осындай бір сумка болу қажет. Яғни, Құдай сақтасын, егер де бір пожар немесе бір жер сілкінісі болған кезде қолға ұстап жүгіріп алып шығып кете беретін осындай бір сумка болу қажет деп санайды. Яғни ішіне ең басты деген құжаттарыңызды салып сақтауыңыз қажет. Бұндай сумканың ішіне сіздер туу туралы куәліктер, үйдің құжаты, диплом деген сияқты ең маңызды құжаттарды сақтайсыздар. Ол бірінші сумка. Одан кейінгі екінші KonMariдің әдісі бойынша ол екінші жаңа құндылығы жағынан екінші орында тұратын қағаздарыңыз сіздердің. Оның ішінде мысалы квитанция, бір бағалы заттарыңыз, жаңа бағалы құжаттар болу қажет. Ал менде мұнда үшінші балалардың жетістіктері, жаңағы садиктағы недегі грамоталары бәрі салынған файл. Одан кейінгі осы үшіншісі, бұл файлдың ішінде менде балалардың жаңағы қалай десем болады, анализдары, жаңағы направление деген сияқты УЗИ деген қағаздар болады. Денсаулығына байланысты қағаздар, маңызды қағаздар осының ішінде сақтаулы. Және әр баланың жаңағы қағазын бөлек-бөлек мен жазып қоям. Мысалы қызымдыкін атын жазып, ұлымдікі болса атын жазып, солай сақтап қоямын. Одан кейін менде мұнда менің кітаптарым, содан кейін менің дәптерлерім қажетті, альбомдар, балалардың кітаптары, содан кейінгі жаңағы маңыздылығы жағынан өзіңіз реттей бересіз. Менде жинау барысында осыншама қажет емес қағаздар шықты. Оны міндетті түрде майдалап жыртып тастау қажет, өйткені сіздің иініңіз сондай маңызды жазулар кетіп қалуы мүмкін. Мінекей достар, мен барлығын жинап шықтым. Қайтадан сорттап, қажетті жаңағы нелердің барлығын орындарына қойдым, салдым. Қажет еместерін тастадым. Мендегі қалғандар осылар, және де балалардың кітаптары бар, ертегі кітаптары. Оларды өздерінің бөлмесіне қойдым. Оқылмай қалып кеткен кітаптар бар екен менде. Оларды көрінетін жерге қойып, және күніне жарты сағаттан оқып отыруға болады. Енді мен сіздерге кішігірім бір пайдалы болсын деп айтқым келеді. Барлығымыздың үйімізде осындай документтер бар. Білесіздер, оны каждый раз ашып жауа бергеннен кейін, ең маңызды қажетті құжаттар болғаннан кейін ол жыртылуы да мүмкін, немесе обложкасы ескіруі де мүмкін. Сондықтан да дәптерлерге арналған осындай обложкаларды алып, қиып, скотчтап, осылай қаптап қойсаңыздар болады. Яғни ескірмейді, барынша ұзағырақ сақталатын болады. Достар, сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. KonMari әдісімен жинадым, және де өзімнің бірнеше пайдалы кеңестермен бөлістім. Егер сіздерге ұнаса, каналыма міндетті түрде жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ал құжатты сіздер қалай жинайсыздар, сол жөнінде комментарийға жаза кетсеңіз болады. Сау болыңыздар достар.